Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Келесі сабағымыз үш харакат. Бүгінгі үшінші сабақ. Үш харакат дегенімізде, харакат ол әріптердің үстіне қойылатын, яғни үш харакат дыбысталу жағын өзгертетін. Харакат әріптің үстіне немесе астына қойылатын белгілер. Сол белгілермен бүгін танысып өтеміз. Әр әріптің үстіне астына келетін әріптер. Фәтха ә дыбысымен оқылады, ашық оқылатын. Кәсра и дыбысымен оқылатын. Дамма у дыбысымен оқылады. Ал ендеше бастаймыз әлифтен. Әлифтің оқылуы: фәтха ә, кәсра и, дамма у. Бә, би, бу. Тә, ти, ту. Сә, си, су. Жә, жи, жу. Ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Дә, ди, ду. Зә, зи, зу. Ра, ри, ру. Түсініп атсыздар ғой, Зә, зи, зу. Әр әріптің жіңішке жуан әріптерде кішкене ғана айтылуы өзгереді. Яғни жуан жіңішке болып. Сә, си, су. Шә, ши, шу. Са, сый, су. Да, ды, ду. Та, ты, ту. За, вы, зу. А, ай, ау. Осы айын әрпінде келесі тағы да жаттығамыз. Бұның айтылуы тамақпен айтылатын. Ға, ғи, ғу. Фә, фи, фу. Қа, қи, қу. Кә, ки, ку. Лә, ли, лу. Мә, ми, му. Нә, ни, ну. Уә, ви, ву. Хә, хи, ху. Лә, ли, лу. Бұл ләм әлиф қосындысы.
лә болып оқылады. Ләм мен алифтің қосындысы, екі әріптің бір қосындысы, бір әріп болып, лә дыбысын береді. Я, и, ю. Мінекей, құрметті мұсылман қауым, осымен сабағымыз бітті. Түсініп жатсыздар деп ойлаймын. Алдынан бастап сабақты дұрыстап қарап шығыңыздар, басынан бастап.